кітап «Өшпес есімдер» деген автордың жаңа 7 кітабының біреуі. Бұнда белгілі есімдері, олардың өмір баяны, олар туралы жазылған шығармаларға шолу, өзінің тікелей зерттеулері, міне осының бәрі қамтылған екен. Сонда мына әр қаламгер әр жаққа шашылмай, өзі білмейтін нәрселерге беталды ұрынбай, өзі жетік білетін тақырыптармен айланысса, міне осындай нәтижеге жетуге болады. Автор белгілі тұлғалар арқылы бүкіл қазақтың белгілі тұлғаларының қатарын молықтырды. Баяғы мынау қазақ мәдениетіне өстіп біртұтас үлкен тұтас ұлттық мемлекеттік сана тұрғысынан, наным сенім тұрғысынан, идеология тұрғысынан осындай жан-жақтылы қарастырып, бәрін бір жіптің бойына тізе білгенін, сенің осы біздің руханиятымызға қосылған үлкен еңбегін деп есептейміз. Бұл өзінің бағасын әзірлеп алып жатыр. Мұнан кейінгі ұрпақ оны тағы да өзінің игілігіне жаратады деп сенемін. Мақаланың тақырыбы Алтайдың ақиықтары туралы толғау, немесе Баяхмет Жұмабайұлының «Өшпес есімдер» кітабы туралы дейді. Қазақ халқы ерлік пен қаһармандыққа басқалардан бір табан жақын, кез келген дәуірде елім, жерім деп атай салған ерлерге бай ел. Осы байлықтың уақыт шағы мен дәуір селінің астында қалмау үшін талмай тер төгу арқылы өмірге келген «Өшпес есімдер» деп аталатын Баяхмет Жұмабайұлының 2017 жылы Абзалай баспасынан 356 бет шыққан толымды еңбегін айтуға болады. Қолымызға қалам алуымызға да көптен күткен жоғымызды тапқандай күйге түсуіміз себеп болды. Бұл жанкешті еңбекте өзіміз атын естігенмен нақты дерегін біле алмай жүрген талай есімдер толыққа жуық мәліметімен жарыққа шығып отыр. Сөз басында бұл кітапты жанкешті еңбек дедік. Олай болатыны жазуға 20 жылын жұмсаған автор елі жер үшін шейіт болған, бозарып атқан ақтаңда бозарып тұрып еске алатын есімдердің біразын атай кетуді жөн көрдік. Олар ел ағасы Мәми, Алтайдың Асқар тауындай болған Жуанған Бәйтұлы, Шыңжаң қазақ әдебиетінің алғашқы ардагері Ақық Қажы Үлімжұлы, ақтыға жол ауыздыға сөз көрмеген Тұрым Батыр, ақиқат жолында арпалысып жүріп шейіт болған Зұлқа Сәбитұлы, бүгін ол кісінің немересі келу керек, келмей қалды. Өрттілді Отарбай Дүйсенбұлы, Бөжек әулие Ермекұлы, ғажайып тұлға Торғайты Кеншінұлы, атаңызға айналған есілер Ерен көшбасшы Шәріпқан Жеңісханұлы, ұлт азаттығы жолында арыстан арпалысқан, қай кезде де жан тапсырғаны белгісіз, рухы қазақ жерін кезіп жүрген жауынгер Дәлелқан Сүгірбайұлы, еңірегенер Сұлтан Шәріп Зұқаұлы, Оспан Батырдың сенімді серіктері Мұзбала Қырысқан Ноғайбайұлы, Өшпес есім өлмес рух Ақтекеби, Дарабоз Сүлеймен Түсіпұлы, Айбарлы Арыстан Қарақұлзалың, халқының қалаулы азаматы Қажынәби Досқаұлы, Алтайдың ақиық қыраны Әбдірәсіл Баяндин, жаужүрек Жас Батыр Сайып Қалелұлы, талайды таңғалдырған дарыны иесі Мәлгаждар Сексенұлы, қазақ ескі билігінің ең соңғы мұрагері Уахит Қалелұлы, Батырда Батыр Құсайын Сәдуақасұлы тағы басқалар. Бұлар атап өтпеуге болмайтын, бізге ғайыптан жолыққан, анығында автор еңбегінің арқасында тарихи есімдер. Кеше қазақ жер Шығыс Түркістанның әр аймағындағы елге аты мәлім ерен ерлер туралы айыз қандырар мәлімет беретін мақалалар мен эсселерде сол бір қиын қыстау зобалаң шақтағы ата-баба ерлігі, көрген тауқыметі, ел үшін мерт болған жан пидалығы көркем тілмен айшықталып кеңінен толғанған. Бүгінгі бақытты елі бар, байлыққа толы жері бар, мамыражай ғұмыр кешкен ұрпақ үшін жазылған бұл еңбектің отаншылдық сезімін оятуға қосар үлесі мол екендігінде күмән жоқ. Қазақтың ұлттық құндылықтарының қайнар көзі шетелдерде жүрген қандастарымыздан келетіні мәлім. Осы құндылықтардың Қазақстан оқырмандарына жол тартқан алғашқы көші тоқтамас екен.
Bir сөзбен қорытындылар болсақ, автор тарихи тұлғаларды тарихи тұрғыдан бағалап, олардың өмір мен елге сіңірген еңбегіне терең үңіліп, бүгінгі ұрпаққа жеткізу арқылы өз парызын толық орындаған. Ендігі сөз барды бағалай білетін патша көңіл оқырмандарда. Рахмет.